Құрметсіздер ме, құрметті ата-аналар және оқушылар. Бүгін мен сіздерге логикалық тапсырмалар ұсынбақпын. Суреттегі заттарды мұқият қарап шық. Қайсысының қандай бөлшектері жоқ екенін байқайсың. Жақсы. Сағаттың тілі жоқ, телефонның тұтқасы жоқ, орындықтың аяғы жоқ, көліктің дөңгелектері жоқ, чемоданның тұтқасы жоқ, үйдің шатыры жоқ. Келесі тапсырмамыз суреттегі тіршілік иелерін, жануарларды, жәндіктерді, құстарды ата. Олардың ең үлкен, ең ұзын және ең кішкентайын тап. Жақсы. Ең үлкені піл, ең ұзыны керік, ең кішкентайы құмырсқа. Келесі тапсырмамыз үй жануарларын төлін ата. Жақсы. Қойдың төлі қозы, сиырдың төлі бұзау, жылқының төлі құлын, түйенің төлі бота. Бұл тапсырмалар ата-ана үшін де, балалар үшін де өте пайдасы болды деп санаймын. Себебі ата-ана өз баланың мүмкіншіліктерін анықтаса, балалардың логикалық қабілеттері дами түсті. Кішкентай біздің білім алушылар қашықтықтан оқытуды тиімді пайдалануға кеңес беремін. Сабағыңды орындап болған соң кітап оқы, сурет сал, ермексазбен мүсіндер жаса. Ата-анаңның тілін алып, далаға шықпай, үйде болуға тырыс. Отбасымен бірге өткізген әр сәтіңді бағала. Бұл ең бақытты сәттердің бірі.